Достар, қазір біз Тақия қақпасына бара жатырмыз. Съемка түсіруге. Бұл Тақия қақпасы кесененің солтүстік шығыс бөлігінде 620 метр қашықтықта орналасқан. Кесененің жанында 4 қақпа бар. Сол 4 қақпаның бірі Тақия қақпасы. Алдыңызда тұрған Қылбет жерасты мешіті. Кесене. Кесененің солтүстігіне қарай жүреміз. Анау. Мынау Қылбет жерасты мешіті. Мына жақ Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың тұрған үйі. Алдымызда Тақия қақпасы. Мына жақта міне шетіде қақпасы бар. Біз қазір мына Тақия қақпасына барамыз. Қайда? Тақия қақпасы қайда? Мына Тақия қақпасы. Қазір біз осыған барамыз. Бұрынғы ескі қаланың орны қазба жұмыстары жүргізіліп жатырған. Күн деген ыстық жанып тұр. Кезінде осы жақтардың беттердің барлығы қала болған, елді мекен болған. Қақпалардан кесенеге қарай кіретін жолдар болған. Сол әр жолдарда базарлар орналасқан. Осы жердің барлығында адамдар өмір сүрген үлкен қала болған. Қазір археологтардың көп қазба жұмыстарынан осы ескі қалалардың орындары табылып, солар мынандай көріністе жаңағы келушілерге осындай музей ретінде тұрғызылып қойылған. Ескі қаланың орны. Ескі бір үй болған бекен бұл. Әлде бір чайхана болған бекен. Осындай салынған қабырғалары қалың. Үй. Кесіртке. Үй.
осындай қылып орындарын жасап қойған ғой. Әр жақтарда осындай көп. Ана жақтарда міне. Бұрынғы ескі үйлердің орындары. Қазіргі түсірейін деп бара жатқанымыз кезіндегі осы ескі үйлерде пайдаланылған пештердің орындары. 2020 жылдары археологиялық зерттеулер, қазба жұмыстары жүргізілген. Сол кезде пештер табылған. Сол пештердің сол пеш жайында бір ақпарат видеоролик түсірмекшіміз. Соған келдік. Ескі қала. Яссы Күлтөбе. Бұның ішіне де бір күні келіп арнайы түсірілім жасайтын боламыз. Тақия қақпасы. Тақия қақпасының ерекшелігі басқа қақпалар сияқты домалақ емес. Бұл құрылысы 4 бұрышты болып келеді. Қай жағынан кіреміз? Алды арза екен ғой. Біз анаған қақпаппыз ғой. Қарағайыншы. Саябақтың соңына кетіпсіз ғой. Тақия қақпасы. Басқа қақпалар домалақ болып келсе, мына жақ құрылысы 4 бұрышты болып келеді. Сырты. Көрінісі. Өзі әр қақпаның әрқайсысы әртүрлі қызметтер атқарған. Әр қақпаның өзінің қызметтері болған. Жаңағы бір қақпадан отын су кіргізілсе, бір қақпадан жаңағыдай темір терсек деген сияқты, бір қақпадан кірпіш, бір қақпадан азық-түлік сондай кіргізілген. Сонда әрқайсысы әртүрлі қызметтер атқарған. Қалыңдығы деген, қабырғаның қалыңдығы 3 метр бар ау. Тақия қақпасын ішін көретін боламыз. Есігі. Ішін мындай. Екінші қабатқа көтерілетін лестница бар. Екінші қабат. Жерден
кесене. Тақия қақпасының іші. Дала деген жанып тұр. Іші деген сап-салқын. Қабырғасы қалың. Қабырғасының өзі 2 метр дей ма? Кемі 1,5-2 метр бар. Сап-салқын. Қасындағы кезіндегі үйлер. Тақия қақпасы. Мәссаған. Ағам мынау не шұңқыр сонда? Бұл шұңқыр емес, бұл ыдыс күйдіруге арналған пеш құмданның орны. Әдетте пеш құмдандар 2 камерадан тұратын болған. Үстін камерасы ыдыс қоюға арналған бөлігі, астыңғы мына бөлігі от жағуға арналған бөлігі, отқана бөлігі. Бұл екеуінің ортасында тесіктері бар, астындағы ауаны үстіне өткізетін қабырғасы болған. Бұның астындағы отқана бөлігі қатты оттың әсерінен осындай жасыл түске еніп отыр. Көбінесе сақталмаған. Осы сақталатын осы астыңғы отқана бөлігі. Бұл пеш құмдандардың мерзімін дәл анықтау мүмкін емес. Өйткені 13 ғасырдан бастап 19 ғасырға дейін бұл пештердің қолданылып келген. Ағам ешқай жерде қай ғасырға жатады дегенде түскеннен оны өлшеу мүмкін емес. Ағам сонда қай ғасырға жатады? Мынау бұрынғы ескі пештің орны. Пештің астыңғы бөлігі, үстіңгі бөлігі 2 камерадан тұрады. Астыңғы бөлік, үстіңгі бөлік. Үстіңгі бөлігінде қыш кірпіштер қойылып күйдірілетін болған. Мынау астыңғы бөлігі от жағатын бөлік. Үстіңгі бөлігі сақталмаған. Үстіңгі бөлігі сақталмаған. Тек қана астыңғы бөлігі осылай сақталған, осындай күйде. Үстіңгі бөлігі өкінішке орай сақталмаған. Бұл енді жобалап 19 ғасырға жатқызылады. Қыш кірпіштерді күйдіруге арналған пеш. Мынау ескі үйлердің жері, орындары. Осы жерде мынандай қыш құмыралардың сынған қалдықтары көптеп кездеседі бұл жерде. Мына жерде сынған қыш құмыралардың қалдықтары. Бұл жерде ондай көптеп кездеседі. Әлі де бұл жердің тарихы әлі зерттеліп бітпеген, өте көп. Кісілер, археолог кісілер осы жерді зерттеп неше түрлі жаңалықтар ашып жүрген кісілер.